Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін кабачоктан тіске басар дайындаймыз. Ең алдымен кабачоктың екі жағын алып тастаймыз. Сыртын жұқалап алып тастаймыз. Енді кабачокты жұқалап кесетін боламыз. Барлығын жұқа қалдырып біркелкі қылып кесіп аламыз. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай кесіп алсаңыздар болады. Міне дайын. Енді екі жұмыртқамызға тұзымызды қосып жақсылап араластырамыз. Енді кабачогымызды ұнға аунатамыз, сосын жұмыртқаға аунатып, панировочный сухариға аунататын боламыз. Тағы да солай қайталаймыз. Ұнға, жұмыртқаға және панировочный сухариға аунатамыз. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап қуыратын боламыз. Екі жағында бірдей қуырып аламыз. От қатты жылдам, қатты төмен болмау керек, орташа отта қуырамыз. Енді салмамызға қаймақ, укроп и чеснок қосып жақсылап араластырамыз. Енді кабачогымыз үстіне жақсылап әсемдеп қоятын боламыз. Енді укроппен сәндеп қоюға болады. Осылай мен сәндеп қойдым. Өте әдемі, дәмді болып шықты. Достар, сіздер де жасап көрулеріңізге болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Сіздермен болған Әсемгүл.